Сәлеметсізме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалыс. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: Кенесары хан бастаған ұлт азаттық күрес неліктен жалпы ұлттық сипатқа ие болды? Сабақтың мақсаты: Кенесары бастаған ұлт азаттық күрестің себеп-салдарын анықтайсыздар. Кенесарының көтеріліс барысындағы іс-әрекеттерімен танысасыздар. Кенесарының соңғы хан әрі көтеріліс жетекшісі ретіндегі рөліне баға бересіздер. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Бөкей Ордасындағы көтеріліс барысымен таныстыңыздар. Наразы топтарын біріктірген ортақ идеяны сараладыңыздар. Оқушылар ең алдымен білім сайтын пайдаланып, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық қозғалысқа байланысты бейне материалдар көретін боласыздар. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтерді енгізді? Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Кенесары хан қандай саясаткер болды? Кенесарыны тұлға ретінде қалай сипаттауға болады? Кенесары хан туралы ақпаратты қандай дерек көздерден алуға болады? Осы сұрақтарға жауап берейік. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістің басты мақсаты қандай болды? 1822-1824 жылдардағы ережелерден кейін қазақ даласында жойылған дәстүрлі хандық басқару жүйесін қайта қалпына келтіріп, Ұлытауда 1841 жылы ақ киізге отырғызып хан сайланған Кенесары хан атасы Абылай хан тұсындағы дербестікті қалпына келтіруді көздеді. Кенесары хан қандай мемлекеттік қызметтер енгізді? Хан кеңесіне батырлар, билер, сұлтандар, дипломатиялық қабілеттері бар ақылды саясаткерлер мен сенімді жақтастары кірді. Дипломатиялық қызмет ұйымдастырылды. Хан жарлықтары мен хан кеңесінің шешімдерін таратып, түсіндіріп және орындалуын талап етіп отыратын арнайы басқарма құрылды. Салық жүйесіне өзгерістер енгізілді. Әскери мәселе бойынша қатал әскери тәртіптегі мыңдықтар және жүздіктерге бөлінген далалық соғыс жағдайына ыңғайлы жасақтар ұйымдастырылды. Төлеңгіттер тобы күшейтілді. Кенесары хан орталықтанған мемлекет құру мақсатында қандай істер атқарды? Хан Кенесары Қасымұлы орталықтанған мемлекет құруға талпынды. Ханның сәтті жұмысының нәтижесі: салық жинау тәртіпке келтірілді. Егіншілікпен айналысуға мүмкіндік жасалды. Тыңшылық қызмет енгізілді. Соғысуға қабілетті жасақ ұйымдастырылды. Ішкі талас тартыс, руарал қақтығысқа тыйым салынды. Мәмілегерлік қызмет ұйымдастырылды. Хандық кеңес құрылды. Сауда-саттық саясатына өзгерістер енгізілді. Мемлекеттік құрылым өзгертілді. Кенесары хан қандай саясаткер болды? Кенесары үлкен көрегендік танытып, халқының бірлігіне кедергі келтіретін жүзге, руға бөлінушілікті тыю жолында көп әрекеттенді. Даңқты қолбасшы мемлекет тәуелсіздігінің өте маңызды іс екенін халық санасына сіңіруде көп еңбек етті. Мемлекет мүддесін қорғау жолында жауды жеңіп, тәуелсіздікке қол жеткізу үшін халықты біліктілікпен басқару керектігін ол жете түсінді. Кенесарыны қандай тұлға ретінде сипаттауға болады? Кенесары қазақ халқының дербес мемлекеттілігін қалпына келтіру, халқын бодандықтан құтқарып, азаттық пен бостандыққа қол жеткізіп, тәуелсіз ел ету мұратын көздеген сұңғыла саясатшы, қайраткер, ірі мәмілегер, дарынды әскери қолбасшы ретінде ел есінде қалды. Кенесары хан туралы ақпаратты қандай деректерден алуға болады? Кенесарының өмірі мен азаттық жолындағы күресі көптеген ақын жазушылардың шығармаларына арқау болды. Нысанбай ақынның Кенесары Наурызбай дастаны, Мұхтар Әуезовтің Хан Кене пьесасы, Ілияс Есенберлиннің Қаһар романы жазылды. Алғашқы зерттеулер ішінде Николай Середаның Қазақ сұлтаны Кенесары Қасымовтың бүлігі деп аталатын кітабының дереккөз ретіндегі маңызы зор. Кеңес үкіметі тұсында Кенесарының күрес жолына іргелі ғылыми зерттеу арнаған тарихшы ғалым Ермұхан Бекмахановтың
19 ғасырдың 20-40 жылдарындағы Қазақстан еңбегі құнды дерек көзі саналады. Кенесары тұлғасына жаңаша қарап, оның шынайы бағасын беру ісі Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ғана қолға алынды. 2002 жылы Кенесарының туғанына 200 жыл толуына орай халықаралық ғылыми конференция өтті. Елордада Кенесары ханға ескерткіш қойылған және оның есімімен аталатын көше бар. Оқушылар бір бейнематериалды көріп аяқтадық. Келесі бейнематериалды көріп жалғастырамыз. Кенесары Қасымұлы кім? Көтерілістің мақсаты не? Кенесарының дипломатиясы жайында не білесің? Кенесары ханды қолбасшы ретінде қалай сипаттай аласың? Кенесары Қасымұлы кім? Ауыз әдебиеті нұсқаларына қарағанда Кенесары тым кішкентай болып туылыпты. Оған ат қойған адам титтей нәрестені алақанына салып тұрып, өзі құрттай ғана екен, ендеше аты Кене Сары болсын депті деген аңыз бар. Кенесары бала кезінен әкесі Қасымның патша үкіметіне қарсы күресінің куәгері ғана емес, сол күреске қатысушы да болған. Текті отбасыда дүние есігін ашқан Кенесарыны көрген адамдар оны атасы Абылайға ұқсататын еді. Әкесі Қасым да осы баласынан көп үміт күтсе керек. Кенесарының өзі де бала кезінде маңайындағы құрдастарына мен ешқашан өзімнің батырлығымнан танбайым және керемет ерлік көрсетіп барып өлем деп айтқан екен. Көтерілістің мақсаты не? Кенесары бастаған азаттық күрестің мақсаты Абылай хан тұсындағы қазақ хандығының территориялық тұтастығын қалпына келтіру. Ресейдің құрамына кірмеген қазақ жерлерінің тәуелсіздігін сақтап қалу болды. Кенесары тәуелсіздік жолындағы күреске ерте араласқан. 20 жасында жас күрескердің ат үстіндегі өмірі басталады. Ағасы мен әкесі өмірден өткеннен кейін ол күрес тізгінін толығымен өз қолына алады. Дегенмен Кенесары сұлтан ашық күреске шықпас бұрын патша өкіметінің қазақ жерінде бекіністерді салуларын тоқтатуын, салынған бекіністерін жоюды, орыс әскерлерінің қазақ жеріне кіруін тоқтатып, қазаққа тиесілі жерді кері қайтаруын бейбіт түрде талап етті. Отаршыларға қарсы соғысты бастамас бұрын Кенесары бірнеше рет дипломатиялық қадамдар жасап, бірінші Николай патшаға, Орынбор генерал-губернаторлары Перовскийге, Обручевке, Сібір генерал-губернаторы Горчаковқа хат жолдады. Кенесарының дипломатиясы жайында не білесіңдер? Кенесары Қасымұлы Ресей патшасына жолдаған алғашқы хаттарының бірінде, тіпті императорды атасы Абылай хан заманында екі ел арасында орын алған бейбіт қатынасқа және шекара есебінде қабылданған межеге қайта оралуға шақырды. 1837 жылғы желтоқсанда бірінші Николай патшаның өзіне осындай мазмұнда хат жазған. Сіздің арғы бабаларыңыз, ал бізде менің атам Абылай патшалық құрған уақытта халық бейбіт және тыныш жағдайда өмір сүрді. Оны ешкім бұзған емес. Бұрынғы жасалған бейбіт келісімді бұзып, сіздің төменгі қарауыңыздағы басшыларыңыз бүкіл қазақ халқы Ресей бодандығына қарады деп жалған көрсетті. Соның салдарынан менің Абылай атама қарасты жерлерде 8 дуан орнады. Біздің халқымызды сол бұрынғы күйінде қалдырып, даламызда орналасқан 8 округтік дуандар мен өзге де мекемелеріңізді жоюыңызды сұраймын деп жазған. Бірақ өтініш орындалмады. Кенесары ханды қолбасшы ретінде қалай сипаттай аласыңдар? Кенесары өзі бас болып, барлық шайқастарға қатысты. Иығына полковниктің эполеттерін тағып, қасына ерген ту ұстаушылары бар, ол әрдайым әскерінің алдында жүрді. Сондықтан да жауларының өздері оның көзсіз батырлығын мойындаған. Кенесарыны көтерілісшілердің өздері де хандардың арасынан шыққан ең қаһарманы әрі ақылдысы деп білген. Кенесары бастаған күрес шын мәнінде ұлт азаттық күреске айналды. Көтерілісшілердің өз әнұраны болғаны да белгілі. Қорытынды. Көтеріліс қазақ тарихындағы 10 жылға созылған ұлттың азаттығы үшін болған күрес болып қалды. Көтерілістің талаптары ішінара орындалып, қазақтар еркін көшіп қона бастады. Қазақ халқының ұлттық сана сезімі оянды. Қаһарлы патша өкіметіне де қарсы тұрып, өз теңдіктерін талап етуге құқылы екеніне көздері жетті. Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтадық.
Ал эndi кыскача конспектти окуңуздар. Окуучулар кыскача конспектти окуп болсоңуздар, тапсырма орундайык. Биринчи тапсырма: окуучулар көргөн бейне материалдарыңызды жана окуган конспекттериңизди эске түшүрө отуруп кестени толтуруңуздар. Көтөрүлүш кай жылдары болду? Көтөрүлүш башчысы, көтөрүлүштүн себеби, көтөрүлүштүн максаты, көтөрүлүштүн болгон жери, көтөрүлүштүн натыйжеси. Окуучулар, эгер биринчи тапсырманы орундап болсоңуздар, экинчи тапсырманы орундайык. Экинчи тапсырма: Кенесары хандын жеткен жетистиктерин талап боюнча топтоштуруңуздар. Саясий, әлеуметтик, экономикалык жана техникалык, яғни керектүү сөздөрдү пайдаланасыздар. Окуучулар, тапсырмаларды орундап болсоңуздар, бүгүнкү биздин сабак аякталды. Сау болуңуздар.